Армысыздар, ардақты ағайын, эфирде офлайн бағдарламасы. Оның жүргізушісі мен Берік Сұлтан. Біз бүгін Алматы қаласындағы қоғамдық көліктер туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Бағдарламаның қонақтарымен таныс болыңыздар. Алматы қаласы жолаушылар көлігі басқармасының бөлім басшысы Әсет Төлеуш мырза, сондай-ақ белгілі блогер Ернар Бекен. Қош келдіңіздер. Әсет мырза, статистикалық мәліметтер бойынша 2014 жылы Алматы қаласында автобуспен жүрген адамдар 145 миллион екен. Электрокөлікпен 10 миллион, таксимен 11 миллион жолаушы жүрген екен. Бұл дегеніміз Алматы қаласының тұрғындарының көпшілігі автобуспен жүреді деген сөз. Жалпы біздің Алматыда қанша автобус бар және де қай бағыттарға жүреді? Қанша бағытқа жүреді? Осы туралы айтыңызшы жалпы. Бізде бүгінгі таңда Алматы қаласында 1600 қоғамдық көлік бар. Оның 1400-і автобус, 200-і троллейбус болып табылады. 119 бағыт бар, 400 жаңағы такси бар, официальный такси дейміз, 400 такси бар. Солар күнделікті Алматы қаласының жолаушыларына қызметін көрсетуде. Ернар, Алматы қаласының тұрғыны ретінде айтшы, қоғамдық көлікке жиі мініп тұрасың ба? Жалпы көңілің тола ма? Қоғамдық көліктің енді күн сайынғы тұтынамын деп айта алмаймын, күн сайын. Бірақ енді пайдаланып тұрамын. Әрине көңіл толатын тұстары да бар, көңіл толмайтын тұстары да бар. Бұл енді көп жағдайда көңіл толмайтын жерлері. Бұл офлайн бағдарламасы ашық пікірлесетін алаң. Ашық айта беруге болады. Жүргізушілердің жаңағы кейбір жерлерде мәдениетті көрсетуі. Ең бастысы сол, содан кейін кейде ақы төлеу жүйесі кейде істемей қалады. Сондай жерлерде бір ыңғайсыздықтар туындап қалады. Атап айтқанда, мысалы, жүргізушілер өте жылдам жүреді, немесе өте жай жүреді. Жаңа жолаушылардың ескертулеріне, мысалы, кейде дөрекі жауап беріп жатады. Содан кейін кейде төлем жүйесі жұмыс істемей тұрғанда, мысалы, валидатор жұмыс істемей тұрған кезде өзіне төлеуді талап етеді, билет бермейді. Сондай бір-екі осындай моменттер бар. Әсет мырза, осы мәселеге кім қарайды, кім жауапты, кім рейд жүргізеді? Расымен де қоғамдық көліктерге мінетін болсаң, шынымен де кейде болады жүргізушілер темекі шегіп автобустың ішін састады, боғауыз сөз сөйлейді, бір-бірімен жарысамыз деп кейде қат жүретіндер бар. Кейде болады деп өзіңіз айта кеттіңіз, енді ондай мәселелер болады бізде. Бұндай жағдайларға біз міндетті түрде тиісті шара қолданамыз, міндетті түрде ол жаңа жүргізушіге тиісті шара қолданып, айыппұл салып, кейде жұмыстан да босатып жатамыз. Біздің басқармада жаңа қара тізім дейді ғой, сонда енгізілген жаңағы бұзушылықпен жұмыстан босатылған жүргізушілер басқа жерге жұмысқа алынбайды. Міндетті түрде аптасына бір рет рейд жүргізіп отырамыз қалада. Жаңағы май инспекторларымен бірлесе отырып, көлік бақылау инспекциясымен бірлесе отырып. Бұл жұмыс күнделікті бізде Алматы қаласында жүргізілуде. Өзіңіз айта кеткендей, жаңа ереке жылдамдық тасырады дейсіз. Ол түсіру үшін жаңағы бұзушылықта біз бүкіл автобуста GPS дейді ғой, GPS орнатқанбыз автобустың жылдамдығын бақылау үшін. Жылдамдығын болмаса, мына аялдамада көп тұрып қойдың деп, біз күнделікті бақылап отырамыз да, содан кейін кешке жақын жаңағы жүргізушіге тиісті шара қолданып, сен неге мына жерде жылдамдық тасыдың, неге мына жерде көп тұрып қойдың деп түсініктеме аламыз. Енді өзіңіз айта кеткенде кейде болады онда. Енді мына бес саусақ бірдей емес қой. Ол бәрін айыпта балағаттаудың енді ойлаймын мен қажет жоқ деп бүкіл Мәселен, осындай жағдайға тап болған тұрғындар не істеуге болады? Мәселен, автобустың ішінде отырған кезде билетті бермей, ақшаны өзіне алып жатса, кімге хабарласады? Бізде телефон бар, жаңағы сенім телефон дейді ғой, 262-1409. Содан кейін біздің басқарманың сайты бар, сайтқа жазса болады. Содан кейін хат жүзінде жазса болады, звондаса болады. Оның түрлері көп. Осы орайда бір шағын ұсынысым бар. Кейде троллейбустар әсіресе мінген кезде жаңағы сенім телефондарын үстін бояп тастайды. Сондай бір кейде мүлдем байланысатын көзін таба алмай қаламыз. Кейде сондай бір жағдайлар кездеседі. Өкінішке орай ондай жағдай болуда. Сол үшін айта кетейін, телефонды қайталай, сенің телефонды қайталай кетейін, 262-1409.
Содан кейін ол жерде сенің телефоның жазылып тұрады, төмен жағында автопарктың басшыларының телефоны жазылып тұрады тағы да. Кейде жұмыстан кеш шыққан кезде қоғамдық көліктерді, әсіресе мына автобустарды көп күтіп қаламыз. Жалпы бұл автобустар сіздер бекітіп берген уақытта, сіздер бекітіп берген минут секундпен жүру керек қой, иә? Неге осы кешке, осы 8-ден кейін, әсіресе 7-ден кейін де тіпті қоғамдық көліктер азайып кетеді көшелерде? Азайып кетпейді негізгі. Олар жаңағы енді кешкі час пик дейміз ғой, транспорт тығынына түсіп қалады да, содан кейін кешке жақын адам саны азаяды. Бұлар біз кешке жақын интервал движения дейді, ол сол ұзарады автобустардың арасында. 8-ден кейін, 9-дан кейін. Сондықтан автобус негізгі азаймайды. Дежурный автобустар қалады маршруттарда, жұмыс істейді, олар сағат 12-ге шейін жұмыс істейді. Жазды күні сағат 12-ге шейін, қысты күні сағат 11-ге шейін жұмыс жасауы тиіс. Ал жаңағы кешігу, ол жаңағы кептелістердің себебінен дейсіз ба? Кептелістеріне болып қалады кейде, иә. Негізі бір тұрғын автобуста қанша миль күту керек мәселен? Ол әр бағытта өзінің жүйе бойынша, орташа есеп бойынша 10-15 минут. Билет тексеретін бақылаушылар керек. Бірақ жолаушылардың, кешіріңіздер, жүргізушілердің несін сол тексеретін нелерді байқамаппын өзім мініп жүрген кездерде. Кейде тіпті өзім таныстарым, бауырларым айтады, сол қолданатын жаңағы бақылаушы кірген кезде де кейбір адамдар мысалы принципке барып, валидатор істемей тұрғанда принципке барып ақша төлемейтін кездер жолаушылар болады, енді водительге төлемеу үшін. Сол кездерде кім бақылаушылар ұрсады екен жолаушыларға. Сіз онда неге төлеуіңіз керек дейді, жүргізушіге. Сол дұрыс па мысалы? Жүргізушіге төлеу керек. Жоқ, жүргізушіге төлеудің қажеті жоқ. Егер де валидатор жұмыс істемесе, ол автобус ақаулықты нету үшін, жаңа валидатор жасау үшін паркке кету керек еді ол. Бірақ енді көзіміз көріп жүргенде көп жағдайда олай емес. Ал жүргізуші егер билет жыртып беретін болса, онда да төлеу керек емес, иә? Ол төлеудің керек емес. Ол да заңсыз ба? Ол да заңсыз, иә. Автобус жүргізушілердің мәдениетсіздігі туралы көбінесе жаңағы балағат сөздер айтатын бар, бір-бірімен жарысып бара жатқан кезде жолға қарамай тіпті телефонмен шұқылап жатқан, интернетте тола ондай видеолар өте көп. Осының барлығына не себеп деп ойлайсыз, айтыңызшы? Бұл сауатсыздық па, бұл мәдениетсіздік па, әлде өз жұмысына салғырттық па, әлде бір белгілі бір тексерудің жоқтығынан ба? Бұның ішінде бәрі кешенді түрде барлығы кіреді деп ойлаймын өзім. Бұған енді мүмкін кішкене бақылауды жетіспейтін. Енді оны түсіністікпен қарау керек. Бұл әр жүргізушіге, әр автобус жүргізушісіне қасына бақылаушы орнатып қойылмасын. Бұл бірі. Екіншіден жүргізушілер өздері де салғырттықпен қарауы мүмкін. Яғни жаңағыдай тиісті бақылау болмағаннан кейін маған кім не айтады деген менен ұстаныммен жаңағы сондай неге бару мүмкін. Үшіншіден ол жаңағы план орындау үшін жаңағы сондай неге мәжбүр болуы мүмкін баруға. Солай деп есептеймін өзім. Сондай-ақ тағы бір мәселе бар. Қала тұрғындарының барлығы көріп жүр. Мынау бірнеше көшелерде сары жолақтар пайда болды. Арнайы автобустарға арналған. Біресе ол сары жолақ болды. Енді міне ақ жолаққа өзгеріп жатыр. Bir кезде ол көшеде тұрды, енді бір кезде өшіріп жатыр. Жоқ, неге әлі тоқталмай жатыр? Осының мақсаты бағыты не бұның? Бізде қазіргі уақытта арнайы жолаушылар көлігіне жолақ Абай даңғылында ғана бар. Жаңа Достық даңғылынан Момышұлы көшесіне дейін. Біз оны биыл көктемде жасаған кезде арнайы көрсету үшін сары жолақпен бояған едік. Негізгі жаңағы ПДД дейді, жол ережесі бойынша ол сары жолақтың қажеті жоқ, ол тек қана ақ жолақпен болу керек. Енді біз жаңағы жүргізушілерді кішкене болса да үйрету үшін сары жолақпен қосымша бояп қойған болатынбыз. Ол жолақ болады, біз оны қазір жаңартып жатырмыз ақ жолақпен. Көктемде де жаңартамыз, оны ешкім алмайды, ол сол күйінде болады. Ал сіз жаңа өзіңіз айта кеткен өшіріп жатыр дейсіз, ол жол екі-ақ жерде біз оны кішкене неттік, жөндедік. Ол жерде жол өте тар болып тұр, ол жаңа көпірде дейміз, ол жаңағы Есентай өзенінің үстіндегі көпірде, содан кейін Абылайхан мен Желтоқсан көшелерінің арасында. Ол жерде жол тар болғандықтан біз ол жерде уақытша қазір өшіріп қойдық. Бірақ ол жерде келесі жылы жолды кеңейту жұмыстары жоспарланған. Жолды жаңа көпірді. Жолмен жаңа көпір кеңейтілгеннен кейін ол жолақ міндетті түрде орнына қайтарылады. Тек Абай даңғылы бойынша тұра ма бұл жолақ, әлде басқа да бір көшелерге салу жоспарда бар ма? Жоспарда бар.
келесі жылы Ағайынбек даңғылында жоспарымызда бар, Төле би көшесінде, соңғы Сейфуллин көшесінде. Бірақ енді ол бүгін болады немесе ертең болады деп біз нақты айта алмаймыз. Жоспарымызда бар. Қаншалықты жеңіл болды айтыңызшы осы автобустардың қимылдауына жүруіне? Енді біздің Өзгерістер бар ма? неміз бойынша, статистика бойынша жолаушылар көлігінің жылдамдығы 15-20% артты. Жылдамдығы. Халықтың негізгі біз жаңағы опрос дейді, осы опрос жасау бойынша 60-70%-ына лайықты болып отыр. Ал енді жеке меншік көлігімен жүретін жолаушыларға бұл тиімсіз болып тұр. Автобуспен жүретін адамдардың 80-90%-ына ұнады. Ернар, сізде жеке көлік бар, Менде жеке көлік бар. ыңғайлы ма? Мәселен, меніңше жол өзі Абай даңғыл өзі тар, оның үстіне мына жақтағы бір жолақты алып қойды, мүлде ол жерге жүргізбейді. Кептелістер шынымен де бұрынғыдан көп болып кеткен жоқ па осының себебінен? Менің ойымша ешқандай да бұл кептеліске әсер еткен жоқ. Кептеліс бұрында Ол болды. бұрында болған, баяғыда да болған. Қазіргі Алматы қаласы әкімдігінің негізгі мақсаты қала экологиясын тазарту, кішкене бөлінетін газ көлемін, улы газ көлемін азайту. Сол себепті бұл шаралар дұрыс деп есептеймін өзім. Өйткені кішкене кез келген Европаның дамыған қалаларын қарайтын болсақ, барынша көлік санын азайтуға мүмкіндік, керісінше Жеке меншік көлікті азайту. Жеке меншік көліктерге ыңғайсыздықтар, түрлі ыңғайсыздықтар туғызу арқылы жаңағы қаладағы көлік санын азайтуға тырысады олар. Бұл жерде айта кетейін, сөзіңізді бөлейін, бұл халықты өз көлігінен қоғамдық көлікке мінгізу мақсатында жасалынып жатқан іс-шара. Ол біз мысалы есептеңіз, бір адам бір машинамен кетіп бара жатыр. Сонда 50 адам, 100 адам 100 машина. 100 машина, 100 адам ол бір автобусқа сыйып кетеді. Бізде жаңа айта кетейін, 1600 автобустың 600-ы газбен жүреді, 200-ы троллейбус. Сонда 800-50% уже экологиялық таза қоғамдық көліктің 50% уже 800-ы. 600-ы газбен жүретін автобус, 200-ы троллейбус. Дегенмен мынау көшелерде кетіп бара жатқанда байқап қаламыз, мына ескі автобустар бар. Ескі автобустар енді жасыратын жоқ, бірақ артынан қара түтін шығып жатады. Келісем, ондай жағдай әлі оны табуда. Енді Алматы қаласы әкімдігі бұл салада жұмыс істеп жатыр. Енді бір күнде оның бәрін ауыстырып тастау мүмкін емес. Жоспар бойынша жақын арада 2-3 жылда бүкіл бізде көлікті, қоғамдық көлікті жаңа газбен жүретін көлікке ауыстыру жоспарымызда тағы бар. Тағы бір мәселе ол жаңағы жолақтармен жүруін бақылап отырса деген тұрақты түрде. Өйткені енді бұл жерде әкімшілік полиция басқармасымен күнделікті жұмыс істелуде. Олар таңертең енді көлік тығызы болатын кезде жұмыс жасайды да, таңертең сосын кешке. Олардың берген ақпараты бойынша осы біз 15 шілде күні енгіздік қой бұл жолақты. Содан бері 500-ге жуық жүргізуші айыппұл салынып, жаңағы жауапқа тартылыпты. 500-ге жуық. Күнделікті мен өзім көріп жатам, оларды тоқтатып, айыппұл салып жатады, жол полиция инспекторлары. Ол жұмыс істелуде. Енді өзіңіз жаңа айта кеткендей, әр жүргізушінің жанына біз адам қоя алмаймыз. Сол сияқты бұларда енді Абай даңғылы бойында 50 метр сайын жол полиция инспекторын қоя алмайды. Енді көрген кезде тоқтатады міндетті түрде. Енді қазір бізде өзіңіз білесіз, камерада жол қиылыстарын әрқайсысында бізде камера бар. Соларды қазір жаңағы жолақпен жүргендерді түсіретіндей жұмыс жасап жатырмыз. Енгізіп программа келіп, қазір олар пока түсіріп жатқан жоқ, но жақын арада олар да түсіретін болады жаңағы жолақпен жүрген. Демек тәртіп қадағаланады дейсіз ғой? Міндетті түрде. Егер өзіміз байқасаңыз, енді ереке көбісі шықпайды уже, байқайсыз ғой, анда-мында көлік тығызында болып қалады. Енді әрине енді күн сайын деп жатқан жоқ, бірақ енді жағдай болып тұрады. Ол жаңағы таңертеңгі уақытта, кешкілік уақытта көлік тығызы кезінде. Күндіз мен байқаймын, күндіз ешкім шықпайды уже. Әр көлік жүргізуші өз көлігін әдепті, тиянақты айдайтын болса, ешкімге зиян тигізбесе, жол көлік оқиғасы да қаламызда аз болады деген ойдамыз. Бағдарламаға келіп ашық пікірлескендеріңізге алғыс айтамыз, істеріңізге табыс тілейміз. Құрметті көрермендер, осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Аман сау болыңыздар. Онлайнда ғана емес, офлайнда да ашық пікірлесе білейік.